Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Мамытбекова Жадыра Болатовна. 5-ші сынып. Қазақ тілі. Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздағы бос уақыт және хобби бөлімі бойынша бос уақытта саяхаттау пайдалы тақырыбының 2-ші сабағымен таныс боламыз. Сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру, эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап, не суреттеп жазу. Ал ендеше балалар, сабағымызды бірден мәтінмен танысудан бастайық. Себебі уақытымызды тиімді пайдалану мақсатында. Оқылым тапсырмасын орындайық. 4-ші тапсырма. Мәтінді бөлікке бөліп оқиық. Не туралы екенін түсінейік. Қазақстан қалаларына саяхат жасауды сүйікті ісіңе айналдырғың келсе, Астанаға жол тарт. Астана саяхатшыларды Есіл өзенінен ескен қоңыр салқын самалмен, құшақ жайған кең даңғылдарымен қарсы алады. Бұл даңғылдар бойында жақында ғана салынған өте әсем ғимараттар, президенттік мәдени орталық, конгресс-холл, үлкен де жаңа тұрғын жайлық ықшам аудандар сән түзеген. Саяхатшыларға әсіресе ұнайтыны ертегі көліне ұқсас өте биік бәйтерек мұнарасы. Міне балалар, өздеріңіз де суреттен көріп отырсыздар, иә? Мәтіннің 2-ші бөлігі. Әрбір саяхатшы бір көруді армандайтын қала Алматы. Іле сырты Алатауының етегіне салынған әдемі қала. Мұражайлардың, театрлар мен концерт залдарының, кітапханалардың, ғылыми зерттеу институттарының, мектеп пен спорт кешендерінің ең көп шоғырланған қаласы осы Алматы. Тау биігінен орын тепкен Медеу мұз айдынын Қазақстан аумағынан алыс жатқан ел жұрттарда жақсы біледі. Қазақстандағы ең биік телемұнара да осында. Ол Көктөбе төбесінен аспанмен таласып, қаланың кез келген нүктесінен көрініп тұр. Иә балалар, бұл біздің Алматы қаласының әсем жерлері. Мәтініміздің 3-ші бөлігі. Талас Алатауының етегінде еліміздің байырғы қорықтарының бірі Ақсу-Жабағылы бар. Бұл қорық 1926 жылы ұйымдастырылған. Мұнда тек аң-құстар ғана емес, шөптер де, гүлдер де қорғалады. Ақсу-Жабағылының эмблемасы ретінде гүл таңдап алынған. Өте сирек гүл. Бұл грек жауқазыны. Бұл қызғалдаққа өзін тұңғыш зерттеген ғалымның аты жөні берілген. Қорықтың мақтанышы алма ағаштар өскен тоғайлар. Мұнда оның 20 шақты сорт өседі. Олардың бәрі әйгілі Алматы апорты шығарылған Сиверс алма ағашының ең жақын туыстары болып табылады. Ал балалар, сіздермен мәтінді оқып шықтық. Мәтін түсінікті деген ойдамын. Балалар, мәтін түсінікті болды деп ойлаймын. Егер мәтін бізге түсінікті болса, айтылым тапсырмасының сұрақтарына жауап берейік. 1-ші сұрақ. Қазақстан қалаларына саяхат жасауды сүйікті ісіңе айналдырар ма едің? 2-ші сұрағымыз. Астана қаласы аз ғана уақытта қалай көркейіпті? 3-ші. Әрбір саяхатшы Алматыны көруді неліктен армандайды? Қалай ойлайсыз? 4-ші сұрақ. Бос уақытыңда Ақсу-Жабағылы қорығына барғың келе ме? Не себепті барғыңыз келеді? Ойыңызды толық дәлелдеп айтыңыз. Ал балалар, бағанағы мәтін бойынша айтылған, сөз болған жерлер өте керемет жерлер, көрікті жерлер Қазақстанның. Енді осы көрікті жерлерді сіздің досыңыз көргісі келеді, яғни сол жерлерге барғысы келетінін айтты. Қалай баруды айтып, хат жазайық қанекей. Хат жазу талаптарына мән берейік. Хат түсінікті, анық жазылуы керек. Әрі сыпайы, қарапайым, мейірімге толы болуы қажет. Хат қысқаша, мазмұнды болу керек.
және кімге арнадың? Мысалы, қымбатты менің сүйікті құрбым. Негізгі бөлімі, яғни сұрақтар, өтініштер болған жағдайда өзіндік пікір, тілек айтуыңызға болады. Соңғы қоштасу хат иесінің аты жөні, уақыты беріледі екен. Ал қанекей балалар, ендеше досымызға мәтінде сөз болған жерлерге қалай бару керектігін айтып, хат жазайық. 5-ші тапсырмаға жетістік критерийі. Мәтінде сөз болған жерге қалай баруға болатынын айтып, жол сілтейді. Хат жазудың талаптарын сақтап жазады. Грамматикалық тұрғыдан сауатты жазады. Хатты түсінікті етіп жазғандарыңызға сенімдімін балалар. Достарыңыз сіздер айтқан Қазақстанның көрікті жерлеріне қалай бару керектігі жөнінде нұсқаулықтарыңызды ескеріп, қыдырып барады деген ойдамын. Ендеше, келесі тапсырмамыз 10-ші тапсырма. Саябақ аралауға кеткен уақытыңды босқа кеткен уақыт деуге бола ма? Қалай ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді дәлелдеңіздер. Бірінші сөйлем бойынша менің ойымша, екінші сөйлем бойынша себебі мен оны былай деп түсіндіремін. Үшінші сөйлем. Мен оны мынандай фактілермен немесе мысалдармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлеміңіз осыған байланысты мен мынандай деген шешімге келдім деп ойларыңызды дәлелдеп жазасыздар. Жазылым тапсырмасының дескрипторы өз ойын білдіреді 1 балл, себебін түсіндіреді, мысалдармен дәлелдейді 2 балл, қорытынды шығарады 1 балл. Ал сәттілік балалар. Сабағымыз да өз мәресіне жетті балалар. Енді шығу парағын толтырайық. Бұрын білетінім қандай нәрселерді білуші едіңіздер? Осы сабақтан мен не білдім? Білгім келетіні не нәрсе? Алдағы уақытта. 1-2 ауыз сөйлеммен толықтырайық балалар. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.